Армысыз қазақ ұлты, баршаңызға Алланың сәлем болсын. Ұлықтаушы ұлық Алла, мәртебе биік үстем болсын. Мен қазақтың бүгінгі ғалымдарына, бүгінгі адамдарына таңғаламын да. Заманында Шыңғысхан Бестораңғылдағы Бестаңбаға тәу еткен, оны күзеткіздірген. Өзінің уақытында Әмір Темір де оны күзеткізген. Бүгін заманда Абылай хан да ол жерге ат басын бұрып тоқтатқан. Сол Абылай ханның заманында Бестаңба бұзылған. Бұны Әлиасқар Байғұтұлы айтып етті өмірінде. Және осы Әлиасқар қарияның айтқанымен Кенжебек Көріпкел шалмен танылған полностью айтып шықты. Ал мен оны 2010-нан бастап реттеп Бестаңбаның рәсімін жасап келдім. Және Бестаңбаның ол қалай болған бәрі айтады. Бестаңба болған, босаға болған бәрін. Бірақ ол біздің қазақтың тірегі екенін айтты. Әлем қазақты жаулау үшін бірінші осы дуасымен, дуанасымен айналысып әлемдер доңызымен араластырып бірақ кірді қазаққа. Енді соның түп қазығы Бестаңбасын, үлкен ұлы тағын кешегі 4 ұлысқа бөліп қойды ғой таңбасын Шыңғысхан. Осының бәрін қайтадан біріктіріп, қазығын қағып, қазақ елі ел болайық десем, жоқ, біз құл болайық дейді да. Негізі Бестаңбаның босағасы болған 23 таңба. Оның ішінде 3 таңба болған. Оның ортасында Бестаңба, оның үстінде 4 құдіретті Адалбақан 3 болған. Осыны бәрін біріктіріп жасап, қайтадан қазақ әлемге шығайық десем, жоқ, біз еврейге, орысқа, Қытайға құл болайық дейді. Халқым, құл болған дұрыс па, ұл болған дұрыс па? Негізі Көріпкел Кенжебек те айтты осыны, бірақ істей алмады. Мен оның жартысын істедім. Бестаңбаға 5 пирамидаға жеткенше Қазығұрттың басындағы әулиелердің басына Шунгит тасын жеткізуге тырыстым. Және ол тұрды да кейін тарады. Енді артын жалғастыру керек қой, бітіру керек. Көріп тұрсыз ғой, аспаннан, жан-жақтан. Мен бірақ оны визуальный мирда, рухани әлемде мен оны жасадым. Оның макетін жасадым, оны материализовать еттім. Енді ол жалпы халық көретіндей материализовать ету керек. Ал енді бұл істеп бітсек, біз қазақ ешқандай соғыссыз аламыз. Ал егер істей алмасақ, онда 15 күн айтамын не болатынын. Бар болыңыздар ағайын.